Қазақ батырларын қолдаған Қызыр баба. Жорықта жүрген қазақ батырлары Қызыл әулиені пір тұтқан, әулиеге табынып қолдау сұраған. Кейін ислам дініне енгеннен кейін Қыдыр әулие әулиелер қатарына қосылды. Бірде Ескендір патша Қызыр әулиені өлместің суын табуға бұйырады. Суды тапқан Қызыр ата ішіп мәңгілік өмірге ие болған дейді. Осы кезде Ілияс пайғамбар жолығып, ол да суды ішеді. Содан бері Қыдыр Ілияс деп бірге аталып, көзге көрінбей ел аралап жүреді. Қызыр әулие жер шарын аралап жүрсе, Ілияс баба суды кезіп жүреді дейді. Қызыр Ілияс қырық шілтен, медеткер боп құлыңа, қорға, қолға құтқара көр, қалқан болшы ұлыңа. Міне содан бері Қыдыр жер шарын шарлап, қолдап жүреді екен. Қыдыр ата, Қызыр ата, қазақ даласын, қазақ халқын қанталаған жаулардан қорғай көр. Ораза кезінде Қадір түні болады. Осы кезде Қызыр баба келеді деп тосатында осыдан шыққан. Жолың оң болсын, Қыдыр бабаң қолдасын деп жолаушыларға тілеу тілейтіні де міне осыдан шығып отыр. Қырықтың бірі Қыдыр, сол себептен қонағыңды дұрыс күт. Дана еліме қорған болатын, қазақ қамын ойлайтын патша берші, Қыдыр ата.